Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте тез жылдам дайын болатын тағамның түрі тауық етінен жасалған палау дайындайтын боламыз. Алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамды дайындау үшін бізге тауық еті, пияз, сәбіз және күріш қажет болады. Барлық қажетті заттарды алдыменен турап аламыз, одан кейін қазанымызды отқа қойып, майын құйып, майды қыздырып алғаннан кейін пиязын салып, сап-сары болғанша пиязын қуырып аламыз. Оның үстіне етімізді салып, тағы да біраз 5 минутта етімізді қуырып аламыз. Енді оның үстіне сәбізімізді салып, тағы да 5-10 минутта пиязымызды қуырып аламыз. Сәбізімізді қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін оның үстіне суымызды құямыз. Күріш тамағына суды көп құюдың қажеті жоқ. Кішкене осы қуырылып жатқан пияз бен сәбізден кішкене ғана асып тұратындай етіп су құямыз. Мөлшерлеп аздау құямыз. Енді мінекей біздің суымыз қайнап жатыр. Су қайнап жатқан кезде тамаққа тұзын салып, тамақтың дәмін тексеріп аламыз. Егер тұзы дұрыс болса, енді күрішімізді сала берсек болады. Мінекей күрішімді салдым. Күрішті салған кезде суы күріштен асып тұрған жоқ. Суы аз болып тұр. Бетін осылайша салафанмен жауып, тамағымызды пісіреміз. 20-25 минутта мінекей тамағымыз дайын болды. Тамағымыз пісті. Енді ыдысымызға салып, палауымызды дастарханға алып бара берсек болады. Өте жылдам, тез дайын болады. Егер де сіздерге бүгінгі менің жасаған тамағым ұнап жатса, сіздер де үйде осылай жасап көріңіздер. Өте жылдам, тез дайын болады, әрі өте дәмді тамақ. Бетін бұлайша шеңбер етіп туралған пиязбенен безендіріп қойдым. Өте әдемі болды, балаларға ұнады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі контентімде кездескенше сау болып тұрыңыздар.